Енді Бадруддин Айни Ханафи мазхабының ғалымы, Ғумдатул Қари деген имам Бұхариға шарх жазған адам. Үлкен Бұхаридің шархтарының бірі Ханафи мазхабының. Анна шартат тасаддуқ алла якуна мұхтажан уала ахлуху мұхтажан. Сондықтан садақа беретін адамның дейді, адамға шарт қойылады дейді. Оның шарты дейді, алдымен ол өзі мұқтаж болмау керек. Мына жерде кварт платасын төлей алмай жатыр. Жылы су, ыстық суы бар. Болмаса мойын налогы бар. Болмаса жаңағы көліктің штрафы бар. Мына жақтан жаңағы садақа дейін десе, ол адамға садақа беру болмайды. Ол бірінші өз қажетін өтеу керек. Екінші дейді, әллә якуна ахлуху мұхтажан уәлә ахлуху мұхтаж. Екінші, оның отбасы мұқтаж болмау. Балаң оқу құралға, оқуға барады, киім-кешек бар, ішіп жейтін тамағы бар. Оларға жетпей жатыр. Сен мына жақтан садақа беретін болсаң болмайды дейді. Садақа бересің дейді, өз қажетіңнен, отбасы қажетіңнен жетіп тұрса дейді. Яғни жетіп тұр деген кезде сіздер енді садақа бермей кетпеңіздер. Қазір шығып бара жатып беріп кетіңіздер, мешіттің садақасы бар, имамдардың садақасы, оларда енді бала шағасы бар осы жерде. Бұл жерде енді жаңағыдай мен балама жаңағы Геленваген әперуім керек, ол Геленвагенге мұқтаж, сондықтан маған қазір садақа беру қажет емес деп айтпаңыздар. Мен балам жаңа $1000 костюм шалбарын кию керек, мен қазір ештеңе бере алмаймын деген сөз емес. Бұл жерде яғни адамның қажетін жауып тұратын. Мысалы, балаң тіпті бір аяқ киім таппай жатса киетін, далаға шығып ойнап болса мектепке барып қайтатын. Сондай жағдайда айтады бұл жерде. Сенің де өзің жаңағыдай. Мен жаңағы Мерседес алуым керек, қайта, сондықтан мен қазір садақа шығармайым деген сөз емес. Бұл жерде яғни бізге жеткілікті, қажетімізге жетіп тұрса, оның сыртында садақа бергеннің ол ешбір айыр. Ал енді кімнің мойнында қарыз болса, ол сол қарызды құтылуға асылу керек. Сол қарызды құтылуға жинау керек. Оны жаңағыдай садақа қылып бергеннен. Өйткені оның садақасы қабыл етіледі. Неге? Ол өйткені біреуге қарыз. Ол біреудің малы. Ол оны жаратуға қақысы жоқ. Ал енді қарыздан құтылып тұрса, одан кейін қолында қанша бар? Оның қаншасын бергің келеді, сенің еркіңде. Өйткені ол сенің өзіңнің малың. Ол жаңа біреудің 40 қойы болса, оныкі 39-ы ғана, 40-шы ол зекеті, оныкі емес, оның жаратуға қақысы жоқ. Оны зекет күт беру керек. Ал енді ол жаңағыдай қарызы бар адам зекет шығара ала ма дейді, ол басқа мәселе. Оған да тоқталамыз Құдай қаласа. Мысалы, шаруашылығы бар, кәсібі бар, мал ұстап отыр, бірақ үкіметке, болмаса жаңа бір банкқа, болмаса бір мұсылман бауырына қарыз, енді осы адам зекет шығара ала ма, шығара алмай ма? Ол садақа былай тұрсын. Ол садақа түсінікті қазір айтып отырмыз. Уәлә якуну алейхи дайн. Сондықтан садақа беретін адам дейді, қарыздар болмау керек дейді. Имам Бадруддин Айни айтады шархында, осы хадиске берген шархында айтады. Яғни өзі мұқтаж болмау керек, бала шағасы, отбасы мұқтаж болмау керек, және мойында қарызы болмау керек. Оны біз жаңа жоғарыда тоқталып кеттік. Егер қарыз белгілі бір уақытқа алынған болып, сол уақытта ол қарызды қайтара алуға шамаң жететін болса, саған садақа бере беруге болады. Ал енді екінші жағдайда айттық біз, ол жаңағы қысқа мерзімге алып, немесе алдыңғыдай форма біраз уақыт қалдың, бірақ соны беретін уақыты таяп қалған жағдайда саған садақа беруге болмайды. Бірінші қарызды өтеп тастауың керексің. Содан кейін барып садақа беруге болады. Сондықтан бұл жерде кім айтады? Өйткені ол бірінші уәжіпті өтеу керек, кейін барып нәпілдерге жол беру керек дейді. Неге? Өйткені айтады: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِتْلَافُ نَفْسِهِ وَلَا إِتْلَافُ أَهْلِهِ وَإِحْيَاءُ غَيْرِهِ. Сондықтан біреу өзін немесе отбасын
жаңағы қажеттілікке түсіріп қойып дейді, біреуге жәрдем беруге құқылы емес. Бірінші ол өз қажетін, отбасын, содан артылған жағдайда ол не істейді? Садақа бере алады.